4 сынып әдебиеттік оқу 60 сабақ. Алуан түрлі табиғат. Бірінші тапсырма. Кесте бойынша жауап бер. Тұжырымдар. Оқығанға дейін я жоқ, оқығаннан кейін я жоқ. Жерінде бір жылда 2 мезгіл ғана болатын ел бар. Жоқ. Мен тұратын жерде 4 мезгілде болады. Я. Менің танысым тұратын жерде жылдың 3 мезгілі ғана болады. Жоқ. Қаһарлы қыз қорқынышты. Жоқ. Оқығаннан кейін. Я, жоқ, я. Түсініп оқы. Аяз бен Қыдыр. Аяз. Қабағыма қарғатып, кірпігіме мұз қатып, қатал қыстың әмірін жүрмін жұртқа тыңдатып. Малың ықса боранда, төлің өлсе қораңда. Ол да менің ашуым. Ерек ескен оңарма. Айтшы кімнің күші кем, суық сөздің сусымен. Бұлақ суын қатырдым, таяғымның ұшымен. Жерді көріп тербіндім, елді көріп емірдім. Суытшы сен болсаң, жылытқалы мен келдім. Сен отырсың күрсініп, менің қаным тіршілік. Сенің қыршыны қиғызсаң, менің еккізем бір шыбық. Тау суындай тасамын, бұлақ көзін ашамын. Ақ ниетті адамға жақсылықты тосамын. Бала да жас, кәрі де жас, мені сыйлар әлі де. Сескенбейтін жан болса, ұшырайды кәрме. Мен шығыппан шығыстан, сен келіпсің батыстан. Күндер болды ұғысқан, күндер болды қағысқан. Қарың суға айналды, мұзың буға айналды. Барлық сусың ақыры, сеткен неже жай қалды. Менің суықтан ұлымын, қаталдықтың перімін. Сеніп жылы сөзіңнен босап кетті буыным. Аяз бауырым, өжетсің, мейлі, күнің тез өтсін. 12 айда бір келер, мезгілге сен қажетсің. Сенде өмірге керексің, өзгелерден ерексің. Алма кезек кеп тұрсақ, татулыққа не жетсін. Кәріне ұшырау, қаһарына ұшырау, малдың ығуы, боранда малдың адасуы. Тебірену, жан дүниесі толқу, емірену, жақсы көріп мейірлену. Өлеңдегі Қыдыр ата ненің бейнесі? Аяз бен Қыдыр бір-біріне қандай сын айтады? Аяздың буы неден босап кетті? Аяздың соңғы сөзінен мәтіннің негізгі ойын анықта. Өлеңді рөлге беріліп оқыңдар. Саған қай кейіпкер ұнады? Дәлел келтіріп түсіндір, баға бер.